Қымбатты оқушылар, біз сіздермен синтаксис, ғарышты игеру жетістіктері атты 4-ші бөлімді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 18 мың ғалам, алғаш ғарышқа ұшқандар, Байқоңыр ғарыш айлағы деп аталады. Оқу мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау, сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану. Бүгінгі сабағымыздың эпиграфы: ғаламды асқан шеберлікпен жаратқан Алла тағала 18 мың ғаламды бір тарының қауызына сыйдырған. Қасиетті Құран кәрімнен. Балалар, 18 мың ғалам дегенді қалай түсінесіздер? Осы жөнінде ойымызды ортаға салып көрейік. Сабағымыздың тілдік бағдары синтаксис. Синтаксис сөз тіркесі мен сөйлемнің құрылысын зерттейтін грамматиканың бір саласы. Сөз тіркесі сөйлемде екі толық мағыналы сөздің мағыналық жақтан байланысуынан жасалатын сөздер тізбегі. Белгілері: толық мағыналы екі сөзден тұрады, бірі екіншісіне бағынаға байланысады. Құрамындағы сөздер әртүрлі сұраққа жауап береді. Зат, құбылыс жайында кеңірек, нақтылы түсінік береді. Бағыныңқы сөз, басыңқы сөздің мағынасын нақтылап, даралап тұратын бірінші сөз. Мысалы, жаңа киім айтуға құмар. Бұл сөз тіркестерінде жаңа және айтуға деген сөздер бағыныңқы сөздер болады. Басыңқы сөз, сөз тіркесін жасауға тірек болатын екінші сөз. Жаңа киім айтуға құмар сөз тіркестерінде киім мен құмар басыңқы сөз болып есептеледі. Басыңқы сөзінің есім немесе етістіктен болуына қарап, сөз тіркесі есімді тіркес және етістікті тіркес болып бөлінеді. Енді балалар, сөздердің байланысу түрлеріне тоқталайық. Олардың 5 түрі бар екен: қиысу, матасу, жанасу, меңгеру және қабысу. Бүгін біз қиысу мен матасуды өтеміз. Қиысу сөздердің жіктік жалғау арқылы байланысуы. Мен жазушымын. Сөздердің интонация арқылы байланысуы. Сен баласың. Бастауыш пен баяндауыштың байланысуы. Мұрат ақын. Матасу ілік септігіндегі сөз бен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысуы. Баланың үйі біздің гүліміз. Енді балалар, ғарышқа алғаш ұшқандар кім еді? Сіздер мына суреттен кімдердің бейнесін көріп тұрсыздар? Ойымызды тағы да ортаға салайық. Тыңдалым мәтініне құлақ сал. Байқоңыр әлемдегі алғашқы және ең ірі ғарыш айлақ. Роскосмостың мәліметінше, 60 жыл ішінде Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған зымыран саны 5 мыңға жеткен. Бүкіл әлем бойынша ғарышқа ұшырылған зымырандардың 4-тен бірі Байқоңырға тиесілі. Орта есеппен алғанда, кесте бойынша бір жыл ішінде 20-25 рет зымыран ұшырылады екен. Оның 4-еуі Союз зымыран тасығышында басқарылатын миссиялар. Барлығын қосқанда, ғарышқа Байқоңырдан осы уақытқа дейін 150 адам ұшқан. Қазақ-Ресей бәйтерек зымыран ғарыш кешенінің құрылысы Байқоңыр ғарыш айлағында 2021 жылға жоспарланған
және ол ангара бір зымыран тасығышын негізге ала отырып жасалатын болады. Сондықтан 2021 жылға дейін барша техникалық базаны әзірлеу қажет. Оған техникалық, экономикалық және өзге де құжаттарды даярлаумен қатар кадрлық мәселені шешу де жатады. Енді балалар, тапсырма орындайық. 74 беттегі екінші тапсырма, 73 беттегі 4-ші тапсырма және 5-ші тапсырма, 72 беттегі 3-ші тапсырмаларды орындаймыз. Сабағымызды бағдаршам әдісімен қорытындылаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.